Тұрар Рысқұлов, мемлекет қайраткері. Оның әкесі Рысқұл Жылқайдарұлы 19 ғасырдың 80-ші жылдары патша үкіметінің озбырлығына шыдамай Сырдария облысының Черняев өзінен Верный өзіне қоныс аударады. Жаңа қонысында да әділетсіздік көрген Рысқұл 1904 жылы желтоқсанда халыққа тізесі батқан Сайсамай Үшкемпіров деген болысты атып өлтіреді. Түрмеде жатып өш алушылардың жалғыз ұлы Тұрарға зияны тиер деп ол оны өз қасына алдыртады. Түрме баласы аталған Рысқұл түрме үйлерін сыпырып, бастықтың атын айдап жүріп, орыс тілін үйренеді. Әкесі 10 жылға сотталып Сахалинге жер аударылған соң, Рысқұлов Қырғызбаев деген жалған фамилиямен нағашыларының қолына келіп, Меркідегі орыс түземдік мектепте оқиды. Бұндай аралас мектептер өзіндік миссионерлік мақсат ұстанған болатын. Әкесімен бірге Верный қаласының түрмесінде болған кезде, түрме бастығы Приходько жас Рысқұловты шоқындыруға әрекеттенсе, Меркідегі оқып жүрген кезінде бұндай әрекет оның алдынан тағы да шығады. Әулетті өздік кеңесінің 1918 жылы өздік комитетінің атқару төрағасының орынбасары болып сайланып, өз күш-жігерін ашаршылыққа ұшыраған халықты төніп тұрған ажал тырнағынан арашалап қалуға, орыстар мен қазақтардың арасындағы қарым-қатынастарды реттеуге, кеңестерге жергілікті халықты көптеп тартуға жұмсады. 1937 жылы 21 мамырда Красноводскіде демалып жүрген Рысқұловты пан-түрікшіл, халық жауы деген айыппен тұтқынға алды. Кеңестік қуғын-сүргінге ұшыраған Рысқұлов Мәскеудегі түрмеде жүрек ауруынан қайтыс болды. Оның әйелі Әзиза да кеңестік қуғын-сүргінге ұшырап, ал жерде 18 жыл айдауды бастан кешті. Ұлы Ескендір түрмеде қайтыс болды. Рысқұлов есімі 1956 жылы 8 желтоқсанда КСРО коллегиясы жоғарғы сотының шешімімен ақталды.